Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы образдың түрлері. Бүгінгі лекциямызда біз образдың түрлерін көркемдік әдіс, әдеби тек және жасалу тәсіл жағынан бөлудің ғылыми мәні, лирикалық образдың шарттылық қасиеті, эпикалық образ сомдаудағы суреткер мүмкіншілігі, драмалық образдың көзбе-көз, қолма-қол жасалатын бейне екендігі, образдың жасалу тәсілдері, юморлық образ, сатиралық образ, трагедиялық образ, қаһармандық образ, фантастикалық образ туралы сөйлейтін боламыз. Образдың түрлерін белгілеудің бірнеше әдістік, тектік, тәсілдік факторлары бар. Көркемдік әдіс тұрғысынан образ екі түрлі: романтикалық образ, реалистік образ. Романтикалық образ дегеніміз әдебиеттегі адам бейнесінің ең көне түрлерінің бірі. Бұл образдың алғашқы үлгілері мифтерде және халық ауыз әдебиетінде жатыр. Романтикалық образдың негізінде қиял жатады. Сондықтан бұл образ өмірде әзірше жоқ, бірақ болатын дерекке көбірек негізделеді. Қазақ әдебиетіндегі романтикалық образдың ежелгі түрі халық ертегілері мен аңыздарында, батырлық дастандары мен тарихи жырларында жасалды. Желаяқ, көреген, саққұлақ, таусоғар, алдаркөсе, алпамыс, қобыланды және тағы басқа романтикалық образдар қай жанрдың туындыларында болса да молынан кездесетін образдың дәстүрлі қалыптасқан түрі. Романтикалық образ жасаудың ерекшелігі Прометей грек әдебиетіндегі қараңғы қауымның зердесін жарық сәулемен жадырату ойымен Тәңірінің отын нұрлап жартасқа шегеленеді. Асан Қайғы қазақ әдебиетінде қалың елге қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын құтты қоныс іздеп жиһан кезеді. Ал орыс әдебиетіндегі Данко дүйім жұрт душар болған түн түнегін серпу үшін өзінің өртті кеудесін өзі сөгіп шоғла шашқан отты жүрегін жұлып қолына алады. Ақиқат өмірде қолдан келетін нәрсе емес, бірақ ұғымға сыйымды. Болған нәрсе емес, бірақ нанымды. Ал реалистік образ әдебиеттегі адам бейнесінің ең бір сымбатты шынайы түрі. Бұл кәдімгі өмірде болған, бар және бола беретін, бірақ қайталанбайтын, әрқашан тың қырынан көрініп, жаңарып отыратын тип. Реалистік образ нанымды образ, оның мінез құлқы, іс-әрекеті, оны қоршаған орта, оның басынан өтетін оқиға мөлшерлі болып келеді. Өйткені суреткер шыншыл образ жасау үстінде өзін шындық шеңберінен шығармайды, өзін-өзі меңгеріп, қажетті жерде ылғи іркіп отырады. Реалистік образ типтік образ. Өйткені өнердегі шыншыл образ бір адамнан ғана көшірілген жоқ, бірнеше адамнан жинақталып және творчестволық қиялға суарылып шығарылған. Реалистік образды романтикалық образға қарсы қоюға болмайды. Екі образ бірін-бірі толықтыра, бір эстетикалық мұрат мақсатында қатар өмір сүреді. Әдеби тек тарапынан образ үш түрлі болып келеді: эпикалық образ, лирикалық образ, драмалық образ. Себебі бізде жанр үш түрлі. Құрметті студенттер, ол туралы біз келешекте өтетін боламыз. Эпикалық образ кескін кейпі, мінез құлқы, іс-әрекетімен тұтас көрінген, әрі толық жинақталған, әрі әбден дараланған тип. Эпикалық образ бұл бедерлі бейне, яғни нақты, затты тұлға, кәдімгі тірі кісідей көзбен көруге, сөзін құлақпен естуге, мінезін ұғуға, қимылын бақылауға болатын, бүкіл өмір жолын бар бұраланымен байқауға, өскен ортасын барлық ой-қырымен байыптауға болатын күрделі кесек қаһарман. Ал лирикалық образ сыршыл, өлең жырлардағы ақынның өз бейнесі болып келеді. Оның ішкі бітімі, ақынның мың иірім көңіл күйінен, нәзік сыры мен сылғым сезімнен өріліп жасалған өзгеше кейіпкер. Эпикалық образ нақты болса, лирикалық образ шартты болып келеді екен. Осылардың ішінде ерекшесі драмалық образ. Ол сахнада көзбе-көз, қолма-қол жасалатын көркем бейне. Драмалық образды біз тек қана сахнадан, актерлардың ойындары арқылы жүзбе-жүз көріп танимыз. Әр образ өзін жасаған актермен бірге кетеді. Көрген адам санасында тек әсері мен елесі ғана қалады. Драмалық образ шиеленіскен тартыстар мен қым-қиғаш қимыл әрекеттер арқылы жасалады. Драмалық образ оймен қатар іске, сезіммен бірге қимылға құралады. Жасалу тәсіліне қарай образ юморлы образ, сатиралық образ, фантастикалық образ, трагедиялық образ, геройлық образ болып тағы басқа түрлерге бөлінеді.
Әдемілік туралы ілімде, эстетика ілімінде бірнеше комедия және трагедия, героика және фантастика тәрізді эстетикалық категориялар бар. Комедия ақиқат шындықтағы немесе адам мінезі мен бітіміндегі күлкілі жайлардан, трагедия қайғылы құбылыстардан, героика асыл аяулы қасиеттерден, фантастика асыңқы асқақ әрекеттерден туады. Осы тәсілдерден әрқайсысына лайық геройлық, трагедиялық, фантастикалық образдар болатын сияқты, комедиялық тәсіл арқылы көркем образдың юморлық және сатиралық түрлер жасалады екен. Юморлық образ күлкілі кейіпкер. Күлкіде зор қоғамдық сипат, әлеуметтік сыр жатады. Юморда күлкілі құбылыстардың ең майда зиянсыз түрлері алынады. Юмордағы күлкі бұл әзіл. Ал әзіл келемежге айналса, ирония болады. Келемеж ащы мысқылға айналып, сын үдей түссе, сарказмға айналады. Хамит Ерғалиевтің үлкен жолдың үстіндегі бас кейіпкері юморлық образ. Жігіттердің алдында одан асқан қылжақ жоқ. Әйелдердің алдында одан момын бір жан жоқ. Шынын айтар алдында шылым тартып алатын, өтірік айтар алдында бір жөтеліп алатын. Бұл жолдарда юмор бар, бірақ сын жоқ. Ақын өзі де күліп, өзгені де күлдіртіп, сол күлкі арқылы ақ жарқын көңілді кейіпкердің кейбір қылығын зілсіз әжуалап, мінезін ашып отыр. Сатиралық образ жалпы ұнамсыз типтер қатарында. Сатирамен суреттері құбылыс, бұл керексіз кесір құбылыс. Сатира өмірдегі кеселді, келеңсіздікті, керек кеткендікті қаза қопарып, көптің көз алдына көрініске шығарады. Мысқылмен түйрейді, сықақ етеді, көпті одан түңілтеді. Сатираның юмордан айырмашылығы және сатираның юмормен бірлігі дегеніміз не? Қаламгер сынап отырған адамына жан ашымайды. Оның мінін түзеу, өнегел өмірге қайта қосу мүддесі жоқ. Ал юморда түзеу мақсаты бар. Сатирада жою, жоқ қылу мақсаты бар. Екеуінде де күлкі бар. Шындыққа негізделген шынайы күлкі, жасанды қылжақ емес, табиғи күлкі. Сатиралық образ жасаудың тәсілдері әртүрлі. Солардың бір ирония, кемшілікті, мінді астармен перделеп сынау, сықақтау, мысқылдау, кекету, гротеск ұлғайту, яғни пародия. Ирония бұл кемшілікті астармен перделеп санап, мысқылдап кекету. Ал сарказм сыналған объект тәлкек етіліп қана қоймайды. Оның дәрменсіз бейшаралығын да қоса шерелейді. Көркем образ жасауға, адам мінезін ашуға лирикалық нәзіктік қандай керек болса, сатиралық өткірлікте сондай қажет. Фантастикалық образ қиялдан туған қаһарман әдебиетіндегі адам образының ерте замандардан күні бүгінге дейін келе жатқан көне түрлерінің бірі. Кей халықтың сөз өнері болсын, оның ең байырғы түрлерінің бірі ертегі десек, сол ертегі түгелге жуық қиялға негізделген ертегілердің адам бейнелерінің көбінде қиял ғажайып сипат болады. Бұл да фантастикалық образдың көнелігін байқатса керек. Ал трагедиялық образ әдебиетте тым ертеден келе жатқан адам бейнелерінің бірі. Трагедиялық образ ескі мен жаңа, адам мен қоғам, адамдық пен жауыздық арасындағы ымырасыз күрестен, бітіспес тартыстан, қайшылықтан, соның өзінде де мейлінше асқақтыққа, адам жеңіп болмас ауыр азапты жағдайларды әдеби шығармада терең және шебер жинақтаудан туады. Трагедиялық құбылыста өмірде де, өнерде де юморлық не сатиралық құбылыстарға қарама-қарсы. Юмор мен сатирада күлкілі жайлы әжуа, мысқыл, кекесін түрінде көрінсе, трагедияда қатерлі нәрселер қайғы, қорқыныш, қаза түрінде көрінеді. Трагедиялық қаһарманның өмірі көбіне өліммен аяқталып отырады. Өйткені оның айқасқан жау өзінен күшті. Әлеуметтік қиянат адам еркінен тыс үлкен. Көне әдебиеттерде, әсіресе грек әдебиеттерде трагедиялық шығармаға негіз трагедиялық образға психологиялық делдал болатын көбінесе жазмыш еді. Дүниежүзілік әдебиетте трагедиялық өнер мен трагедиялық образын қалыптасуындағы жаңа кезең Ренессанс драматургияның шыңы болып табылатын Шекспирдің шығармашылығы. Бұл тұста трагедия туралы ұғымның өзі жаңарған. Бұрын айталық адам өміріндегі апат жазмыштың бұйрығы болса, ендігі қасірет адамдардың өздеріне өздері жасаған қиянат пен қастықтан, өшпенділіктен, өктемдіктен туындап жатты. Трагедиялық образ 19 ғасырдағы әдебиетте одан әрі өрби түсті. Онора да Бальзактың адам ажуасындағы адамның рухани құлдырауы, орыс әдебиетіндегі Пушкин мен Гогольдің, Достоевскийдің шығармаларындағы кішкене кісілердің аянышты халдері мен ауыр тағдырлары сөз өнеріндегі трагедиялық жинақтаудың әрі тереңі, әрі шыңы болатын.
Қазақ әдебиетінде трагедиялық образдың небір керемет үлгілері бар. Әсіресе әйел образдар айрықша көрінеді. Қыз жібек пен баян сұлу, қамар мен шұға, еңлік пен сұлшаш тағы басқа осылардың қай-қайсысын алмаңыз қасіретті, қиын тағдырлары оқырманды енжар қалдырмайды. Оның ой сезімін тұтқындап, жан дүниесін тебірентіп, оны әрқайсысы өз тағдырына ортақ етеді. Трагедиялық образдың өзгеше эстетикалық мәні осында жатса керек. Ал геройлық қаһармандық образ адамға тән небір тамаша сипаттардың жинақталуынан тұратын сом тұлға, өз дәуірінің ең аяулы асыл мұраттарынан туған тарихи тегі. Әдебиеттегі қаһармандық дегеннің өзі қоғамдық, адамдық биік мақсат жолындағы өрлік пен ерлікті, қайсарлық пен қаһармандықты жырлайды. Адам рухының ұлылығын қастерлейтін әдебиеттегі геройлық сөз өнерінің ең сұлу қасиеттерімен біртұтас. Бұл ретте қаһармандық образ суреткердің ең биік идеалының және асыл мұраттарының көркем жинақталуы, қаһармандықтың қайнар көзі және көп әрі алуандығы, әлеуметтік теңсіздікке қарсы күрес, туған елді жаудан қорғау, халықтың азаттығы жолындағы асқақ әрекеттер, адамгершілік ардың тазалығы үшін тартысы, әділдік пен шындық, достық пен махаббат жолындағы қарекеттер. Қаһармандық образ еңбек пен күрес адамының көрінісі. Әдебиеттегі ең көрнекті типі биік үлгісі сөз өнеріндегі қаһармандық дегені орасан зор тәрбиелік мәнінде осында жатыр. Қорыта келгенде, құрметті студенттер, әдебиеттегі адам образын жасаудың жолдары мен тәсілдері көп және әрі алуан. Жазушы тек шын мәніндегі шебер болса, сонда ол қолданған әрбір амал адам образын ашуға қызмет етеді. Әдебиет туралы ғылымның ең басты және өзекті мәселесі образ және образдылық. Әдебиеттің объектісі өмір болғанда предметі адам екенін ескеру керек. Чернышевский сөз өнерінің шын мазмұны тек адам өмірі десе, Максим Горький өзінің кәсіп туралы кеңесінде көркем әдебиетті адам тану деп атайды. Адам тағдыры жазушы үшін шығарма арқау ғана емес, өмірді танудың өзгеше тәсілі деуге болады. Демек, әдебиеттің предметі адам дегенде әңгіме дайын әдеби қаһарман жөнінде емес, қаламгердің сол қаһарманды жасау үстіндегі барлық шығармашылық әрекеті туралы болуға тиіс. Тыңдағандарыңызға рахмет, құрметті студенттер. Келесі дәріске дейін сау болыңыздар.